Жаным, ты не поверишь. Дәл осындай атаудағы картина ертеңнен бастап үлкен экрандарға жол тартады. Ал бұл тың туындымен бірден 4 продюсер жұмыс жасаған. Олар Жандос Айбасов, Ернар Нұрғалиев, Азамат Дулатов және Тимур Шевченко. Блин, пацаны, какая-то стрёмная заправка, если честно. Я чувствую, туда вообще не надо идти. Бұл төрті қазақ киноәлемінде әлі ешкім түсірмеген картина түсіргендерде толық сенімді. Біздің кино 100% өте қызықты кино болып шықты деп ойлаймын. Өйткені бұл кино Қазақстанда әлі болмаған. Бұл жерде өте көп күрделі спецгрим бар, каскадерлық трюктар бар. Және де біздің отандық актерларымыз, біз олардың амплуаларын және образдарын өзгертіп, осы киноны шығардық. Сондықтан бұл кино өте қызықты болады деп есептеймін. Ал ешкімге ұқсамайтын тың дүние жасау барысында төрттікке бір-бірімен біраз дауласуға тура келген. Самый главный спор бізде сценариймен отырдық. Қандай кино түсіреміз, қандай юмор болу керек, қандай несі сөзде в основном спор болды. Картинаның сюжеті бойынша жас жұбайлар алғашқы сәбилерін күтеді. Екеуінің арасында ұрыс кершиелеп, дастан достармен бір күнге балық аулауға кетіп қалады. Бірақ олардың осындай идеясы шытырман оқиғаға толы болады. Ал ерлі-зайыптылардың рөлін Данияр Алшынов пен Әсел Қалиева сомдайды. Слушай, ты можешь просто сказать, где ты был на самом деле? На рыбалке. А рыба где? Түсірілімге бір апта қалған кезде Ернар маған хабарласып, олардың таңдаған актрисаларының жұмыс кестесі келмегенін айтты. Сондықтан маған ойнауға ұсыныс білдірді. Нақтырақ айтқанда, сен ойнайсың деді. Болды. Ернар, әйеліңізді басқа біреудің жары ретінде көрген қалай екен? Қызғанған жоқсыз ба? Жоқ, сол үшін рыбалкаға апарып салдым да, сол үшін, чтобы подальше от жены, что было, и все, сол кет подальше менің әйелімнен. Сондай-ақ фильмде актер Рүстем Жанаманов та бой көрсетеді. Бұл жолы Рүстемге тағы да қарақшының рөлін ойнау бұйырған. Қорықпаймын, кез келген рөл, пожалуйста. Ол бір мақтанып айтуға тұрарлық нәрсе деп ойлаймын. Бандитті ойнау қиынға еш соққан жоқ. Айтпақшы, картинаға қанша қаражат жұмсадыңыздар? Енді аз емес, және де көп емес. Өйткені бізге көмектескен адамдар өте көп. Сол кісілердің қолдауымен 60 миллион теңгедей кетті. Олай болса, қымбатты көрермендер, 5 наурыздан бастап Жандос Айбасов, Ернар Нұрғалиев, Тимур Шевченко және Азамат Дулатовтың «Жаным, ты не поверишь» атты тың туындысын тамашалауды ұмытпаңыздар.